Жанамадан оралды, құрметті көрермен, хабарымызды әрмен қарай жалғастырайық. Бүгін бізде қонақта екінші бөлімінде келіп жеттік. Эфирдің қонақта Қостанай өңірлік университетінің бағдарламалық қамтамасыз ету кафедрасының аға оқытушысы Абилтаев Дастан Саматұлы. Сұхбатқа дайынсыз ба, көңіл-күйіңіз қалай? Дайынбыз. Бөлісе отырыңыз. Қазіргі студенттердің бұл пәнге қызығушылығы қандай деңгейде? Қызығушылығы өте жоғары деңгейде деп айта аламын. Өйткені қазірде IT бағытта өте басымдылыққа ие. Және де сонымен қатар жасанды интеллектте жақсы дамып жатыр. Соның арқасында бізде осы мамандыққа түсу студенттері жылдан жылға өсуде. Сонымен қатар әртүрлі жобалар жасалуда, және сол жобаларды көріп басқа да студенттер қызығушылық арттыруда. Өте жоғары деңгейде деп айта аламын. Қазір енді нағыз дипломдық жұмыстардың кезеңі, түлектер өз жобаларын қорғайды, естуімше. Бөлсе отырыңызшы, қандай жобалар жасайды, сіздер көмектесесіздер ме? Әрине, бізде жылда дәстүр бойынша осы сәуір айында дипломдық алдын ала қорғау болады, предзащита дейміз. Сол қорғаған кезде біз әрбір студенттің жобасын қарап, әрбір студентке біз орындар береміз. Яғни студенттерге мотивация ретінде біз конкурс ретінде жариялаймыз. Соған байланысты оларға мотивация алып, біз соларды марапаттаймыз. Үшінші, екінші, бірінші орындар. Қазіргі кезде бізде виртуалды тур жобалары болды, роботтар құрастыру, сонымен қатар әртүрлі сайттар, боттар бар, жасанды интеллектті қолданып әртүрлі сайттар жасау, көмекші құралдар, сондай түрлі жобалар өте көп. Сонымен айта кетелік, бізде жаңағы толықтырылған шындық, виртуалды шындық, сондай қазақ тілінде және орыс тілінде де жасалуда. Сіздер өздеріңіз нұсқайсыздар ма, осындай жаса деп, әлде өздері идеямен келеді ме? Бізде былай ғой, егер өздерінде идея болса, біз оны өздері алсын деп ұсынамыз, егер де оларда идея болмаса, біз ұсынамыз. Мысалға айтсақ, өздеріңізде мысалы идея болса, яғни ол идеяға өзі қызығушылық арттырса ғана, яғни осы жобаны өзі арға алып кете алса, яғни біз оған рұқсат береміз. Егер бізде әрине мысалы бағдарлама болғаннан, программа жасағаннан кейін бізде әртүрлі құралдар керек. Яғни ол құралдар бізде студенттерде, мысалы біздерде бола бермейді. Сол кезде сол жағынан да қараймыз. Яғни өзімізге ыңғайлы жағын таңдап, енді сол жобаларды жасауымыз. Есте қалған жобалармен бөлсінші? Есте қалған бізде айыр әліппе деген болды. Яғни өзім бірге студенттермен жетекші болып бірге жасадық. Содан кейін айыр анатомия деген болды. Яғни қазақ тілінде айыр география деген болды. Яғни әртүрлі мысалы мектеп оқулығына қосымша ретінде толықтырылған шындықта қосымша жасадық. Және қосымша және кітапшасымен бірге. Сонымен қатар қазір жасап жатқан виртуалды турлар болды, виртуалды ойындар болды. Яғни VR очки арқылы киіп, соның ішінде ойнай алатындар. Сонымен қатар роботтар да болды бізде. Яғни 2 доңғалақты, 4 доңғалақты, яғни өздігінен жүретін. Енді көмекші құралдарға тоқталайықшы. Бұл яғни пән мұғалімдеріне арналған. Әрі қарай жобаны қорғайды, бірақ әрі қарай ұсына береді, кез келген адамдар қолдана береді. Мысалы, айыр әліппейін түсіндіріп кетесіз ба? Көрсетіп жүрсеңіз болады, құрылғы бар ғой. Айыр әліппеде бізде мынандай карточкалар бар. Бұл жерде қазақ тілінің 42 әріпі, адам бастап аяға дейін. Бірінші бетінде бізде жаңағы әріпке байланысты жануар немесе бір заттың суреті болады. Сол суретке біз құрылғыда бізде программасы бар, қосымшасы. Сол қосымшасын көрсеткенде толықтырылған шындықта осы жерде өзінің 3D өлшемде бейнесі шығады. Яғни оны айналдырып көре аламыз. Кейбір бейнелерде анимация бар. Яғни жүріп келетеді, ұшып келетеді деген сияқты. Мысалы, бұл жерде әтеш, бұл жерде жүріп келетеді. Қазір телефоннан көре аламыз ба? Қазір көре аламыз, иә. Ал жаңағындай мұғалімдер телефон арқылы, интерактивті тақта арқылы көрсе алады? Жоқ, тек қана платформа Android-та ғана орындалған. Бізде қазір көрсетейін. Мысалы, көріне ме? Мұнда кейде экранға көрінбейді шығар, бірақ маған көрініп тұр. Бұлай ұстап көрсетейік. Міне құрметті көрермен,
көрей ма? жүргізгенде. Так, қай экран, қай камера алса екен? 3D форматта, яғни жаңағы жануардың суреті экранның бейнесіне шығады, иә? Тек қана телефонда. Ал дыбыс шығарады ма ол? Дыбыс шығарады, иә. Яғни бұл бізде әріпті үйренуге арналған бастауыш сыныптарға. Бұл жерде бізде виртуалды батырма шығады. Соны басу арқылы жаңа бірінші әні ә деп айта алады, сосын мысалы әтеш дейді. Екінші жағында бізде маркермен жазады, яғни түсіп қалған сөздер, мінекей, түсіп қалған сөздер. Яғни осы жерде маркермен жазып, өзі өшіре алады. Сосын астын жағында өлі немесе жаңылтпаштар бар. Осыны біз өзі тыңдай алады, сосын тыңдап өзі қайталай алады. Яғни осындай тапсырмалар бар. Барлығында орындалған жаңа 42 әріптің. Жаңағы анатомия, география дәл осы бағытта, иә? Анатомия, географияда ол жақта бөлек бар. Анатомияда бізде 3D несі шығады, жаңағы моделі, оны үлкейтіп кішірейте алады. Ал мұнда бізде үлкейтіп кішірейте ондай жоқ функциясы. Ал анатомияда сонымен қатар аудио, видео да бар онда. Яғни видеоны көре алады, виртуалды барлығы, тек қана қосымшамен. Ал географияның бір айырмашылығы, ода айыр портал деген бар. Яғни сіз терезеден басқа бір әлемді қарап тұрған сияқты эффект береді ода. Яғни сізде мысалы бір сурет болса, сол сурет ішінде мына жақта үлкен бір кеңістік болады. Яғни сол сурет арқылы мысалы бізде мысалы шөлейт, жаңағы зоналар бар ғой әртүрлі географияда. Шөлді зона, жаңағы тағы да қандай орманды зона деген сияқты. Соларды ішінен көре алады. Яғни орманды, мысалы орман ішінде және терезеден қарап тұрған секілді сонда эффект береді. Біз оны да істедік. Түсінікті. Қазір енді мұғалімдердің пайдасына асып жатыр ма? Қандай бір кері байланыс орнаттыңыздар ма мұғалімдермен? Иә, әрине біз жоба бастаған кезде бірінші біз ол пәнді біле қоймаймыз. Мысалы біз құрастырушы ретінде бір мектептен арнайы сол пәннің маман іздейміз. Сол маманмен келісіп, яғни бірге казпатент алып, яғни программаны біздің атымыздан шығарып, яғни жаңағы ол жерде бір адам емес, 3-4 адам жұмыс істеуі мүмкін. Мысалы бізде әліппеде, яғни қазақ тілі маманымен келістік, яғни қалай дыбысталуы, қалай жазылуы, қандай тапсырмалар керек, соны ақылдастық. Яғни біз оны программа жүзінде істей аламыз ба, істей алмаймыз ба, сонымен ақылдастық. Сонымен қатар дыбыс жазуда да, бұл жерде жасанды интеллект емес, яғни адамның шын дауысы. Яғни адамның шын дауысы, оған да бір адам керек. Сонымен қатар құрастырушы болды, сосын мен жоба жетекшісі. Яғни бұдан 4 адам болып істедік. Керемет. Ал идея кімнен болды? Идея менен болды. Яғни бізде студенттер көбінесе идея сұрайды бізден, қалай істеуге болады. Негізі бұл идея мен жаңа магистратура оқыған кезде өзім осы виртуалды тур, толықтырған шындық бойынша жұмыстар болды. Соны аяқтағаннан кейін осы Қостанай университетінде жұмысқа тұрдым. Содан бастап осы менің ғылыми жұмыс, және зерттеу жұмысым болды. Осы зерттеу жұмысы бойынша маған студенттер, қызығушылық танытқан студенттерге осындай әртүрлі жобалармен айналысамыз. Жаңағы әліппе болсын, әртүрлі, және толықтырған шындықта әртүрлі қосымшалар істейміз әр пәнге. Ал осындай идеялар туындауда сізді не шабыттандырады? Жалпы идеялар көбінесе ағылшын сайттарынан қараймыз. Яғни бізге сол қызықты болады, біз істей аламыз ба, оны қалай істейді. Яғни идеяны біз күнделікті мысалы жаңағы интернеттен іздейміз, немесе өзіміз мысалы ойдан тауып аламыз. Яғни оны программа жүзінде істей аламыз ба, соны тексереміз. Яғни осындай бір идеялар кезінде келеді. Үнемі ізденістесіздер. Үнемі ізденістеміз, иә. Ал университетте осындай жобаларды жасауға инновациялық құрылғылар, жағдайлар жасалған ба? Әрине. Не бар сізде? Мысалы бізде егерде роботтар істегісі келсе, бізде әртүрлі роботтардың датчиктері бар, роботтың өзі бар, сонымен қатар дрондар бар, дрон лабораториясы бар бізде, яғни дронмен әртүрлі жасауға. Сонымен қатар компьютердің өзі, сосын жасанды интеллект, осы жақында жасанды интеллект университет ашылып бізде. Сол кезде соған түсіп, яғни қосымша оқуға болады. Атауы қандай бөлсе кетіңіз, оған қалай түседі? Бұл Tomorrow School, яғни барлық өнерлерде ашылды жақында. Яғни оған кез келген студент тегін оқи алады түсіп, әртүрлі мамандықта, яғни IT бағыттарында. Жаңағы веб-разработчик, тағы да жасанды интеллект маманы, ішінде көп сайт жасайтын, дизайнер, әртүрлі мамандықтар бар. Енді өз жүрек қалауы бойынша таңдауына болады. Ақылы түрде?
Жоқ, тегін түрде. Яғни қазір жасанды интеллект дамуына байланысты осындай бізде университетте жасанды интеллект университеті ашылып жатыр. Қосымша кез келген уақытта кез келген студент бара алады. Иә. Сонымен қатар Қостанай хабта да бізде әртүрлі жаңағы программалау жөнінен курстар өтеді. Сол секілді оған да қатысып, өзінің қосымша скиллдарын енді жоғарылата алады. Оған дипломға қосымша беріледі ме? Дипломға қосымша берілмейді, ол да сертификат беріледі. Және курсты аяқтаған деген сертификат беріледі. Яғни бізде былай қарасаңыз, егер де сізде идея мен қызығушылық болса, кез келген мысалы мамандықтың, яғни бізде IT-да әртүрлі мамандықтар бар, тармақтары бар. Яғни сол тармақтардың бірін қызығушылық танытса, ары қарай дамыта беруге болады. Бізде барлық жағдай жасалған. Сонымен қатар Huawei Академия бар бізде. Ода бізде жаңағы Datacom және Security курстары бар. Одан да өтіп, ары қарай өз мамандығы бойынша, мысалы Huawei-дің өзінің компаниясына да жұмысқа тұруға болады. Бізде сондай жағдай жасалынған. Жағдай жасалған, ең бастысы қалау мен ниет болса болды, иә? Жалғастырайық. Бұдан да басқа университетте қандай жаңалықтар болып жатыр осы IT тақырыбында? Жақында сайысқа барып келдіңіздер? Жақында сайысқа барып келдік. Республикалық. Бұл республикалық Алматы қаласында тұрған университетті ұйымдастырды. Ол пәндік олимпиаданың, яғни екінші кезеңі. Және біз робототехника, интеллектуалды робототехника бағыты бойынша барып келді. Яғни біздің студенттер 3-ші орын алды. Ода тапсырмада былай болды, яғни сол жерге барып, ол жерде робот құрастыру керек. Яғни робот әртүрлі бір цветтер, яғни түстерді анықтап, соларды түстерді жеке-жеке жинау керек. Сонымен жолдары бар, жолмен тез-тез жүріп уақытқа. Сосын жаңағы роботты құрастыруға сол уақыт та берді. Яғни сол уақытқа сай құрастырып үлгеру керек, сосын жаңағы тапсырманы орындау керек. Белгілі бір критерийлері бар, иә? Неше студент жіберілді? 3 студент барды. Яғни жетекшісі бізде Ангелина Казбековна, бізде жаңағы бағдарламалық қамтамасыз ету кафедрасының аға оқытушысы. Осы 3 студентпен барып келді. Қалай іріктедіңіздер қатысушыларды? Іріктеген кезде бізде өте енді мықты студенттерді біліп отырамыз. Яғни сол мықты студенттердің арасынан біз іріктеп алдық өзіміз. Яғни робототехникаға жақын, яғни біз барған кезде орын алатындай студенттерді алдық. Керемет. Және де орын алдыңыздар. 3-ші орын. Орын алдық, иә, 3-ші. Керемет, құттықтаймыз. Рахмет. Жолда келе жатыр, бізге Қостанайға. Өйткені бұл бізде бірінші рет қатысуымыз. Осында республикалық деңгей. Иә, республикалық деңгей. Керемет. Иә, құттықтаймыз. Міне жас дарындар көп бізде, иә. Сонымен қатар өзіңіздің жеке жаңағындай жобаларыңыз бөлісе кетіңіз, музейден жаңағындай виртуалды тур жасадық, иә. Ол бізде Торғай өңірінде өзінде 5 музей бар. Соның бірінші музейіне енді қолдан келгенше 2 музейін біз цифрландырып үлгердік. Енді фотоға түсіріп 360 турда. Бір музейіне жаңағы программа жасадық. Программа бізде енді музей басшылығының тапсырысы бойынша істелінді, әрине. Соған барып мен мысалы камерамен түсіріп қалдым, Insta 360 деп аталады. Сонымен түсіріп, ары қарай бізде жұмыс басталды. Кемінде бізде бір 2-3 ай уақыт кетті жаңағы жұмысты аяқтауға. Бұл бағдарлама бізде Android платформасына ғана арналған, iOS-қа әлі істемедік. Бұл біреудің тапсырмасы болды ма, әлде өзіңізден туындады ма идея? Біріншіден өзімізден туындады. Осылай біз неге істемеске Торғай өңіріне. Біз деген кім? Бізге енді біз өзіміз Қостанай өңірі. Сіз және студенттермен бірге істедіңіз бе, әлде өзіңіз? Жоқ, өзімнен идея болды. Сосын ойландым, неге біз істемеске. Мысалы бізде Қостанайда музейлерде виртуалды турлар бар, көрдім. Мысалы Торғай өңіріне барған кезде мен ондай көрмедім. Сосын ойладым да, неге істемеске, бір жағынан өзімізге плюс болады. Сосын Торғай өңірінде жаңағы басшылығымен, Торғай музейінің директорымен сөйлестім. Арнайы бардыңыз, иә? Арнайы бардық, істейін деп атып. Ол кісілер құптады, жақсы деп. Сосын осындай жоба бізде жүзеге асты. Бізде арнайы сонымен қатар жаңағы фотоға түсіру үшін біз камера алдық. Өйткені бізде енді сапасы жоғары болу үшін бізде фотоның біз арнайы осындай камера алдық. Ал 360-та бізде соткамен де түсіруге болады, бірақ оның сапасы өте нашар болады. Сонымен қатар біз осындай альтернатива іздеп, бізде осы камераны алуға
алдық. Я қазір міне экраннан көрсеңіздер болады, экранда көрсетіледі. Бізде музейдегі жаңағы тур жасайды, музейде тур жасайды. Бұнда айтып отырады, кәдімгідей гиді бар өзінің. Өзінің гиді бар, арнайы біз батырма қосып қойдық, виртуалды батырма. Әрбір бөлмеде бір батырмадан сосын тірек нүктелер бар. Нүктеге басқан кезде сол жерге переход жасайды, сол жерге портал жасайды, сол жаққа кіреді. Сосын ішінде айналуға болады, өзі айналдырып 360 фотоны көреді ішінде. Ол жерде бізде қателеспесем 12 бөлме болды, Торғай өңірінде. Ол музей бізде жаңағы Міржақып Дулатұлының музейі. Соның ішінен жасадық. Өте керемет шықты. Жаңағы ал ақпаратты қайдан алдыңыздар? Музей өздері берді ме? Жоқ, өзіміз істедік. Бір жағынан да біз сұрадық, бұл мысалы бөлмелер кімге арналған. Мысалы қысқаша мәлімет жазып алдық, сосын біз өзіміз интернеттен іздеп толықтырдық. Керемет. Осындай жобалар білім беру процесіне қалай көмектеседі, қалай ойлайсыз? Бұл мысалы алғанда өте үлкен мүмкіндік. Мысалы бізде қазір көбінесе қазақ тілінен жаңағы бағдарламалар өте аз шығуда, бірақ шығуда. Соған байланысты бізде жаңағы мектеп оқушыларына, көбінесе бізде мектеп оқушыларына және танымдық ақпараттық программалар, мектеп оқушыларына қосымша өздерінің білімдерін шыңдауға көмектеседі. Сол секілді өздерін жетілдіруге арналған. Мысалы айыр әліппеде өзі мұндай жоба әлі ешкімде жоқ деп ойлаймын. Өз басым кездестірмедім. Бұл жобаның да өзі мысалы жаңа қазақ тіліне қызығушылық, сонымен қатар тілді тезірек үйрену, сол бағытта бізде жұмыс жасадық. Заман талабына сай етіп, Заман талабына сай, әрине. Керемет. Қорытындылайық енді. Осындай цифрлық заманда студенттерге табысты болу үшін қандай кеңес бересіз? Ең бірінші сыни тұрғыдан ойлануды жақсарту керек. Қазіргі кезде бізде жасанды интеллект дамып кеткен. Біз енді көбінесе студенттер ерінеді ізденуге, жасанды интеллектке тапсыра салады. Негізі олай істемеу керек. Негізінен өзіміз сыни ойлап, яғни жаңадан ой қорыта алатындай деңгейде болуымыз керек. Сонымен қатар өзіміздің жаңағы скиллстарын, яғни өзінің деңгейлерін арттыра беру керек. Яғни әртүрлі курстарға қатысу керек, әртүрлі жаңағы стартаптар бар, сосын әртүрлі мысалы жобалар жасау керек. Яғни өзімізді оқыту арқылы, сосын оқытқан дүниемізді біз сыртқа шығарып, яғни тәжірибе жүзінде істеуіміз керек. Берген мүмкіндіктерді дұрыс пайдалану керек. Дастан мырза, көп-көп рахмет. Өзіңіздің жаңашылдықтарыңызбен бөлісіп жатқаныңызға. Енді алдағы уақытта сәттілік, студенттеріңізді күтетін боламыз, енді жақсы жаңалықтармен. Келеміз. Ал біз құрметті көрермен, шағын ғана жарнамаға кезек берейік, жарнамадан кейін жалғастырамыз.